Солтүстік Қазақстан облысындағы 26 елді мекеннің болашағы бұлыңғыр, 198-інде ауызсу тапшы. Ауылдық мектептердің 80%-дан астамында оқушы саны аз. Жалпы өңірдегі 674 елді мекеннің 164-нің ғана экономикалық әлеуеті жоғары. Облыс орталығында бас қосқан барлық деңгейдегі әкімдер осы мәселелерді көтеріп, шешу жолдарын талқылады. Осыдан 2 жыл бұрын дауыс беру арқылы қызметке кіріскен ауыл әкімдеріне өңір басшысы Ерік Сұлтанов семинар кеңесі өткізіп, тиімді жұмыс істеу жолдар айтылды. Үлгі ретінде дамыған округтер көрсетіліп, мемлекеттік бағдарламаларды тиімді пайдалану туралы әңгіме қозғалды. Создавать все необходимые условия. Ауылдық округтерді дамыту үшін тиімді жобалар керек, жаңашыл ұсыныстар қажет. Ең бастысы мемлекеттік бағдарламаларды дұрыс қолдануға тиіспіз. Әлеуеті төмен ауылдардың жағдайын жыл сайын жақсарту арқылы белгілі бір мерзімде жағдайларын көтеруге тиіспіз. Ең бастысы ауыл тұрғындарының іскерлік белсенділігін көтеру керек. Сонда ғана жұмыс жемісті болады.